Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Саутбекқызы. Бүгінгі видеода салмасына пияз қосылып жасалынатын қаттаманың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте керемет осындай тестасын өзі қатпарлы болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен бізге осындай ыстық су қажет болады. Оның үстіне тұзымыз саламыз. Суымыз міндетті түрде ыстық болуы қажет, және де сұйық майымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Неке ұнымыздың бірден үстіне құйып, осындай біздің лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Яғни біздің суымыз кішкене ыстықтау болу керек. Неке қолымызбен артынан қолымызбен осылай қамыр илейтін боламыз. Өте керемет, осындай қатты ыстық болған дұрыс. Сол кезде біздің қамырымыз керемет болып шығатын болады. Неке тындырып қоятын боламыз. Тынғаннан кейін барып пайдаланатын боламыз. Енді пиязымызды осылай 4 бұрышты етіп, өте жұқа етіп турайтын боламыз. Сол кезде біздің қатпарлымыз өте әдемі болады, қаттамамыз. Егер дәу қылсаңыздар, сіздердің пияздарыңыздың барлығы сыртқа шығып кететін болады. Неке осындай майда етіп барлығын турап алатын боламыз достар. Пиязымыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Басқа еш нәрсе қоспаймыз, тек қана тұзымыз қосамыз. Және де мінекей қамырымыз тынғаннан кейін пайдаланамыз. Мен басында 5 бөлікке бөліп көргенмін. 5 бөлікке бөлген кезде кішкене қатты майдалау болып кетті. Табаның көлеміне қарай бөлесіздер. Сонымен 4 бөлікке осылай бөліп, осылай дөңгелек етіп қоятын боламыз. Менде табаның көлемі 22 диаметр, сіздерде көлеміне қарап бөліктерге бөлетін боласыздар. Енді қамырымызды жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Өте жұқа болғаны жөн. Мінеке қамырымыз дәл осындай жұп-жұқа болуы қажет. Енді сары майымызды ерітіп, осылай жағып шығатын боламыз. Байқасаңыздар, мен жан-жағына қатты жеткізіп жағып жатқан жоқпын. Қазір орап, біз жайған кезде қатты майы сыртына шығып кетпейтіндей болуы керек. Және де салмамызды осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Яғни сіздерде 4 бөлік болса, 4 бөлікке бөліп алып, осылай теңдей етіп, салып, салмасын жұп-жұқа етіп жаятын боламыз мінеке. Жан-жағына жеткізудің қажеті жоқ, тек қана ортасына жетсе жеткілікті. Және де осылай оратын боламыз. Неке видеода көріп тұрғандай орап, холодильникке қоятын боламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз достар. Мінеке барлығын осылай жасап шықтым. Және де осылай барлығын бір неге салып, холодильникке қоятын боламыз. Майы бізде қатуы керек. Май қатқан кезде, жайған кезде май сыртына шығып кетпейтін болады. Мінеке холодильнигімізде тұрды. Кем дегенде 20 минутқа қойсаңыздар жеткілікті. Ұнымызды осылай себе отырып жаятын боламыз. Пиязы сыртынан шықса ештеңке етпейді. Ол қалыпты жағдай. Неке осындай болады. Мен алдыңғы жағын салғаным видеоға түспей қалыпты. Неке бір бетін пісіріп алғандықтан астын кішкене майладым. Оның барлығы видеоға түспей қалыпты. Осылай майлағаннан кейін бетін пісіріп алдым. Жай отта болуы қажет. Және де бетін жауып пісіресіздер. Осындай біздің сковородканың көмегімен осылай өте оңай пісіріп алатын боламыз. Достар, барлығын осылай пісіріп шығатын боламыз. Осылай қызарса жеткілікті, ортасы барлығы сондай керемет болып шығады. Пияздың иісі вообще керемет сондай болып шығады. Табамыздың астын майлауды әрқайсысын сала отырған кезде майлап отыруды ұмытпаңыздар достар. Мінеке біздің өте оңай дайындалатын, осындай қатпарлы болып шығатын қаттама нанымыз дайын болды. Өте керемет сондай дәмді, ауызда еритін болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді кеңес беремін достар. Бізге өте қатты ұнады. Қаттама нанға жусай қосып жасасаңыздар да болады. Жусай да иісі өте керемет, сондай дәмді болып шығады. Өз қалауларынша салмасын ауыстыра отырып жасайсыздар. Осындай пияз қосылған түрі бізге қатты ұнайды. Сіздермен болған Майра Саутбекқызы достар.